Ертеде бір жолаушы жол жүріп келе жатып, жол шетінде отырған қариядан сұрапты. Аман саулықтан кейін айтып жіберіңізші қария, мен қалаға дейін қанша уақытта жетемін деген екен. Сонда қария қолмен қала жақты көрсетіп, жүре бер балам, жүре бер деп жауап беріпті. Әлгі жолаушы, жоқ, сіз мені түсінбедіңіз ау деймін. Мен қалаға дейін қанша уақытта жететінімді айтып жіберіңізші деген екен. Сонда қария бәрібір сол жауабынан таймай, жүре бер балам, жүре бер деп қала жақты қолымен көрсетіп жіберіпті. Ашуланған жолаушы, жоқ қария, сіз менің сұрағымды түсінбедіңіз ау деймін. Мен қанша уақытта қалаға жетемін десе, қария сонда да жүре берші балам, жүре бер деп қала жақты көрсетіпті. Жолаушы ашуланып басын бір шайқап жолға шығып кетіпті. Әй балам деген қарияның дауысы естіліпті. Сен тура 5 сағатта қалада боласың деген екен. Сонда әлгі жолаушы, сіз сұрағымды түсініпсіз, неге бірден жауап бермедіңіз деген екен. Сонда қарияның айтқаны, мен сенің жүріп келе жатқан жылдамдығыңды білмедім деген екен. Ал құрметті тыңдарман, бұл әңгімеден түйетініміз, адам алға қойған мақсатына жету үшін қаншалықты еңбектенсе, соншалықты тез жетеді екен. Армандайық, арманымызды мақсатқа айналдырып, мақсатымыздан жоспар құрып, жоспар бойынша әрекет етіп, арманымызға жетейік. Арнамызға тіркеліп, жанынан шығатын кішкентай ғана қоңыраушаны басып, жаңадан шығатын мотивациялық әңгімелер мен мысалдарға куә болыңыз.